Дәл осылай қытырлап тұратын самсаларды тек базардан сатып алып жүрген болсаңыз, мен сіздерге рецептін тегін берейін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, слойлары видеодан да көрініп тұрған сияқты, иә. Алдымен ұнымызды жақсылап електен өткізіп аламыз. Кейіннен кәдімгі бөлме температурасындағы суға тұзды салып, қасықпен ертіп аламыз да тұзды жаңағы ұнымызға қосып, жақсылап қолмен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты емес, жұмсақ емес, сәл қаттылау сияқты қамыр болады. Дәл осындай видеода көрсетілгендей қамыр болу керек. Қамырмен көбірек қолмен жұмыс істесеңіздер, қамыр әдемі болып шығады. Екі бөлікке бөліп, осылай тындырып қоямыз. Сол кезде жайғанымызға да оңай болады. 15 минут тұрса жеткілікті. 15 минуттан кейін алып, қамырды жаятын боламыз. Кәдімгі ет ауқатқа жайған сияқты қылып жайып шығамыз. Қатты, қалың жұқа емес, средний жұқалықта жаю керек. Оқтаумен дәл осылай бірінші айналдыра отырып, кейіннен бір-бірін ораған кезде міндетті түрде ұн салып отырып, жақсылап жайып аласыздар, қыздар. Осындай жұқалықта қамырымыз жайып болдық. Одан кейін бөлме температурасындағы сармайды жағып шығамыз. Ешқандай ерітпейміз сармайды, маргарин да бола береді, бірақ міндетті түрде бөлме температурасында тұрған сармай болуы керек. Үстіне екінші қамырды да жаямыз да, екінші қамырдың ортасындағы ауаларын шығарып аламыз. Біркелкі етіп, барынша біркелкі етіп жаюға тырысып, енді оның үстіне де бөлме температурасындағы сармайды салатын боламыз. Барлық жеріне біркелкі етіп, май тию керек, қыздар. Бір жерлері жабысып қалмасын. Кейін шетін ғана осылай орап жіберіп, оқтаумен дәл осылай орап алатын боламыз. Қалған процестің барлығын дәл осы видеодағыдай етіп жасаңыздар. Қамырды ет ауқатқа кескендей кесіп алып, ортасын ашып алып, дәл осы қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Мен осының сіздерге мөлшерін, керекті заттарының мөлшерін описанияға қалдырамын. Сіздер көбірек жасасаңыздар, осыдан 2 есе жасасаңыздар болады. Дәл осылай бүктеп қойып, морозильникке 1-2 сағатқа немесе холодильникке 1 түнге қалдырып қойсаңдар болады. Осылай 1 түннен кейін осылай ашып шығып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, 3 бөлік қамырды осындай үлкен бөлеміз да, ал кішкентай бір бөлігімізді осылай кішкентай бөліктерге бөліп, тігінен осылай қойып шығамыз. Сол кезде слойлары әдемі болып көрініп, күшті болып шығады. Қамырларыңыз бар құпиясы осы, қыздар. Тігінен осылай қойып шығу керек. Кейін қамырды жайған кезде де ешқандай ұнды қолдануға болмайды. Кәдімгі төбесіне қамыр қойған бетін жерге қаратып тұрып, ешқандай қамырсыз, кейбіреулер қолға жабыспайды, негізі жабысып жатса, кішкене су қосып жеріп жаюға болады. Ешқандай ұн қоспай жаю керек. Ортасына салмасы әркім өз қалағанынша жасайды. Менде бұл жерде фарш, асқабақ, пияз, тұз, бұрыш. Осылай 4 бұрышты етіп түйіп шығамыз. Негізі әртүрлі түйсеңіздер болады, бірақ 4 бұрышты етіп түйілген самса әдемі болып көрінеді. Міне піспеген қамырдың өзінде слойлары бір әдемі болып шығып тұр, қыздар, көріп тұрғандарыңыздай. Дәл осылай түйе бересіздер, қыздар. Бұдан басқа да ұйғыр самсасы, күнделікті жасалынатын, ең қарапайым тәсілде жасалынатын самсаның да рецептері менің арнамда бар. Сондықтан арнама тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар, қыздар. Бетіне ешқандай сармай немесе жұмыртқа жақпаймыз. Жұмыртқаның сарысы деген тек кәдімгі су жайып шығамыз да. Қызып тұрған печкада 180 градуста 20-25 минутта осылай керемет болып пісіп шығады, қыздар. Көріп тұрғандарыңыздай слойлары өте көп, кез келген адам таңғалатын самсаның рецебі. Мен жеген кездегі ортасындағы слойларын да көрсеттім. Көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі біз базардан сатып алатын самса. Міндетті түрде менің арнама жазылып алыңыздар. Мен қазақша канал жүргіземін. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Соңына дейін қараған үшін рахмет.